мен сені олардан қатты жақсы көрем. Мен құлшылығымды олардан қатты жақсы көрем. Бұл балалар туылғаннан кейін дереу бүйтіп ауыстыра салатын нәрсе емес. Раббы, мен олай істейін деп тұрған жоқпын. Маған көмектес, маған жәрдем бер, осы құлшылығымды бір реттеп алайын. 3 жыл бұрын біз тіпті подкасттардың өзі бізде намаздың нәсебінде деп басталған болатын. Алайда аяқ астынан осындай бір Алла Тағаланың ой салуымен осылай кітап өзгерді. Мен ойлаймын, тіпті адам балиғат жасқа толғаннан бастап намаз оқыса да, әр кіретін намаз оны сағынып отыратын сияқты ойлаймын. Сонда мен сол нәрсені елестеттім да, қазір мен намаз оқып тұрмын. Тіпті оқуға ерініп жатырмын. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келсе, мен не деп айтам оған? Намаз бұл бір Алланың дастарханы сияқты. Ол жерде сен же, сен жеме, сен кел, сен кет деген нәрсе жоқ. Яғни Алла Тағала барлығымызды шақырады оған. Жаңа қиямға тұрамыз, Құран оқимыз, рукух жасаймыз, оған дейінгі жаңағы намазға дайындықтың қимылдары бар. Маған қатты әсер еткен білесіз ба? Бүкіл осы дайындықтың бәрі сәжде үшін деген нәрсе. Иә, маған өте қатты. Егер де сіз құлшылықты, олай парашюты дейді ғой, бір есеппен жасайтын болсаңыз, онда Алла Тағала сізге өзінің рызығын есеппен береді. 1, 2, 3, бисмилла.